бір кісі затты ұсынса, екінші тарап сол затты алу керек па? Жоқ, ағайындар. Ұсыныс айтқаннан кейін қабылдау өз еркінде. Қаласа қабылдайды, қаласа қабылдамайды, өз еркінде. Бірақ бір мәжілісте не? Сол мәжіліспен шектеледі. Бір жерде отырдыңыз, затты ұсынды. Түсінді ма? Енді мен ойлануым керекпін. Сол зат жайында ойландым. Немесе осы зат жайында біреуге хабарластым. Зат жайында сөйлестім. Оның бәрі осы мәжілісте саналады. Егер де басқа темаға ауысып кететін болса, түсінді ма? Онда не? Бұл қабылдау уақыты бітті. Қайтадан не істеу керек екен? Ана ұсыныс айтады, кім қабылдайды. Немесе сатып алушы бар ғой, ұсыныс айтады, анау қабылдай салады. Айтқанда қатты проблема жоқ. Қазір заманауи айттық қой. Телефонмен қалай байланады? Хабарласты. Ол бір жерде жүріп баратса да, не? Кетіп баратса да, сол телефон связі тұрғанша толықты айту керек жауабынша. Не алдым, не алмаймын деп. Енді бір затты ұсынды, бауырлар, ұсынғаннан кейін қабылдамаса, ойланса, ұсынған адам қайтып не? Ойынан қайтуға болады. Түсінді ма, бауырлар? Бұл не болып қалмайды? Сөзінен секіру деген сияқты. Затты ұсынды, аласың ба деп айтты. Бұл ойланды, әлі жауап берген жоқ. Кейін болды, сатпайтын болдым деп қайтса болады шариғат бойынша. Ешқандай оқасы жоқ екен. Ал енді затты ұсынғаннан кейін болды, аламын деп затты сауда байланса, қабылдайтын болса болды. Сауданы ешкім бұза алмайды. Сауда байланып кетті. Түсінді ма? Егер ол затты көрмесе, көрмей тұрып алам деп айтатын болса, сол затты көрген уақытта таңдау еркі бар. Қаласа алады, қаласа алмайды. Тура сатушы солай сипаттағандай 100% сәйкес келсе де не? Затты көзбен көрмегендіктен таңдау еркі болады. Ал негізі айып шығып қалатын болса, ол басқа. Қияру айып деген бар. Затта бір айып, нұқсан пайда болатын болса, о да таңдау еркі болады. Түсінді ма? Сатып алушы не затты қайтарып береді, не бауырлар сол айып, нұқсанға разы болады.